Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды, қонақтар келген кезде дастархан сәнін беретін әдемі салат рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен барлық заттарымды теркадан өткізіп қойдым. Алдын ала дайындап қойдым. Теркадан өткізіп, осы заттарды, яғни керекті заттарды қазір рет-ретімен орналастырып, салатымызды дайындаймыз. Ең алдымен бізде өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен ет салдым, тауық етін салсаңыздар да болады. Тауық етін салып, кішкене ғана тұз қосып, майонез салып, келесіде теркадан өткізілген сырды саламыз. Майонез, тұз міндетті түрде. Одан кейін теркадан өткізілген бізде жұмыртқа, кішкене тұз сала отырып майонез жағамыз. Одан кейін бізде сәбіз пісірілген теркадан өткізілген, кішкене тұз сала отырып майонез жағамыз. Келесі кезекте бізде теркадан өткізілген дайын свекланы саламыз. Және де әдемілеп әрлеп, әдемілеп реттеп. Осындай әдіспен жасасаңыздар да болады, болмаса өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша істесеңіздер де болады. Енді дайын болған салатымыздың алдын ала теркадан сары жұмыртқаның сарысын өткізіп қойдым. Осылай әдемілік ретінде салаттың шет-шетіне орналастырсақ болады. Салатымыздың сәнін, көркін береді. Біздің салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын достар. Каналымның ары қарай өсіп дамуы үшін видеоларым ұнап жатса лайк, комментария жазып өтіңіздер. Және түрлі рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Және де әдемі комментарияларыңызды жазыңыздар. Және де осы каналыма тағы да қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай рецептпен бөлістім. Ас болсын.